Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы шықты. Облыс бойынша орташа балл 84-ті құрады. Бұл республикалық көрсеткішпен салыстырғанда бірнеше процентке жоғары. Облыстық білім басқармасы мамандарының мәлімдеуінше, тестілеу қорытындысында қаладағы оқу орындарымен қатар аудандардағы мектеп түлектері де ең жоғары балл жинады. Толығырақ Әнуарбек Мырзатайұлы тарқатсын. Ақтөбе облысының мектеп түлектері биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуді ең жоғарғы балл жинады. Облыстық білім басқармасының басшысы Жанат Самұратованың айтуынша, біздің аймақ ұбт қорытындысы бойынша республикадағы алғашқы бестікке кіреді. Алдымен Алматы, Астана қалалары тұрса, одан кейінгі 3-ші орында Ақтөбе облысы алады. Биыл өңірдегі орташа балл 84-ті құрап отыр. Біздің облыс соңғы 3 жылдан бері мұндай көрсеткішке ие болмаған еді. Ең көп балл жинаған Ақтөбе қаласы мен облыс орталығына жақын орналасқан бірнеше өңірлердің мектеп түлектері бар. Аудандарымыздың сапасының бір саты болса да көтерілгені. Соның ішінде міне алып отырсақ, бізде барлық ауданда сапа көтеріліп отыр. Орташа балл көтеріліп отыр. Тек қана енді Әйтеке би ауданы, оны да зерттейміз, қараймыз әлі де. Дей тұрғанмен де мына айтып кететін болсақ, енді ең жақсы балл Темір ауданында. Бұл аудан өзін-өзі 91 балмен, орташа балмен көрсетіп отыр. Және де Хромтау ауданы 89 балл. Енді қаланың 88 балл болса да, бірақ қала енді көбінесе тапсырып отқан қаланың баласы, олардың да білім деңгейінде ешқандай күмән жоқ. Сондай-ақ Мұғалжар, Қарғалы және Ойыл аудандарында жоғарғы балл жинаған өңірлердің қатарына жатады. Ондағы мектеп түлектері 80 балдан кем алмаған. Ал осы жолғы тестілеу қорытындысында үздік көрінген білім ұяларының ішінде мамандар Мақсұт Құсайынов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты, Қазақ-түрік лицейі, облыстық мамандандырылған физика-математика мектеп-интернаты, нөмірі 51-ші, 32-ші, 21-ші мектептерді атауда. Ал алтын белгіге үміткер 325 үміткердің тек 159-ы ғана өз білімдерін дәлелдей алған. Дегенмен шектік балды жинай алмаған мектеп түлектері де болған. Бірақ апелляциялық комиссияға өтініш білдіргендері болмапты. Министерство образования комиссиясы олар өздері өткізеді, өздері сол барлық нені шығарады да, сосын алып кетеді. Бізге енді ондай мәліметтер жоқ. Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысына қарап мамандар облыстағы білім сапасында білуге болады дейді. Яғни әзірге үздіктердің қатарында екенімізді айтады. Ал биылғы ұбт-да ең жоғарғы балл жинаған мектеп түлектері 20 маусымда қалада өтетін жаз дәуірі фестивалында облыс басшылығы тарапынан марапатталатын болады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.